Петропавлда жеке үй өртеніп, 20 жастағы әйел мен 2 бала қаза тапты. Қызыл жалын туралы ақпарат 25 қыркүйек күні кешкі сағат 21:35-те келіп түскен. Тілсіз жау 19 шаршы метрді шарпыған. Қазір өрттің шығу себептеріне байланысты сараптама жұмыстары жүріп жатыр. Қызыл жалын Волочевская көшесі 113 мекен жайындағы жеке тұрғын үйде бой көтерген. Оқиға орнына өрт сөндірушілер 5 минутта жеткен. Тілсіз жауды ауыздықтау барысында 2003 жылға әйел мен 2018 және 2022 жылы туған 2 баланың денесі табылды. Күйеуі үйінің ішінде болды. Жұмыстан кейін ұйықтап жатқан. Сол кезде мәйіт болған келіншек оятып, үйімізді түтін деп сол кезде верандаға шыға бергенде, веранда толығымен отқа айналған. Сол кезде ол балаларына келіншекке айтып, қасымда тұрыңдар, мен қазір терезені жарып далаға шығамыз деген. Терезені жарғанша әйел балалармен веранда жаққа шығып кеткен. Ол терезені жарып, енді арттарына барғанда веранда толығымен отқа айналған. Ол шығара алмай өзі шығып аман қалды. Қызыл жалында ауыздықтауға 15 маман мен 3 техника жұмылдырылды. Қазір өрттің шығу себебін анықтау үшін сараптама жұмыстары жүріп жатыр. Жергілікті атқарушы орган тарапынан жерлеу рәсіміне уақытша жалдамалы пәтерге және басқа да қажеттіліктерге арнайы қаржы бөлінетін болады. Кеше қаламызда қайғылы жағдай орын алды. Бұл жерге облыс басшылығы, қала басшылығы кеше түнде келді. Тағда қаза тапқандардың туыстарына тағда қайғырып көңіл айтамыз. Жыл басынан бері облыста барлығы 400-ден астам өрт оқиғасы тіркелді. Салдарынан 23 адам қаза тапқан, ал улы газдан иіс тиіп 27 адам зардап шекті. Оның 9-ы қайтыс болған. Шолпан Маратқызы, Максим Ковтун, Алатау ақпараты.